Проблемам грыжа протрузия болған. Сол грыжа протрузиямен келдім. Бірінші мына Белерон өніміне келдім мен. Неден естіп, Карал Клабта осындай суставтарға бар деп, сосын осы Белеронды алып, ішіп, 3 ай іштім. Нәтижесін жақсы көрдім. Вообще менің протрузия, грыжа жыл сайын осындай МРТ өтем. Сіздің врачтарға барам, врачтар оған істемейді, система укол, массаж, санатория дейді. Санаторияға жылына 1 рет барып тұрам, оған ай сайын бара алмайсың. Поэтому ешқандай ештеме көмек болған жоқ. Бір жаққа кезінде қисайып қалғам на левую сторону. Сонда массаж істеп, сөйтіп орнына келтіріп, сөйткенбіз. Ал енді 6 жыл болды мен осы немен грыжа протрузиямен алысып жүргеніме. 6 жыл болып кетіпті. Соның 6 жылдың ішінде мына жерде міне көрініп тұр. 1-ші, 2-ші, 3-ші, 4-ші, 5-ші бәрі бар мына жерде. Бәрі подряд кеткен ғой, протрузия болып. Оны мен Астанадағы бір клиникаға барып емделдім 10 күн. Сонда олар дисктіні, МРТ-ның дискісін неге компьютерға салып көрсетті маған. Сонда салып көрсеткенде, сонда ғана мен көзім жетті. Мен неде позвоночникта немене болып жатқаным. Сонда кісі маған көрсеткенде, протрузиялар дейді ғой, позвоночниктің екі ортасында жидкость болады. Сол жидкостьтары жоқ, вообще жоқ ештеме. Бәрі осылай тұр, позвоночник арасы ашық. Ауыздарын ашып тұр деуге де болады. Сосын бұл мені былайынан протрузия болғаннан кейін басып қалады ғой. Басқанында тамырларды басады. Сосын суставқа қан бармайды. Қан бармағаннан кейін сустав кебе береді екен. Сол сустав кебе берген кезде бір жаққа үстіп қисая бердім мен. Сол бір жаққа қисая қалғанында сол екен. Содан кейін сол қызды неде врачтар көрсеткені правой сторона мен левой сторона екеуін салыстырды маған. Сонда правой сторонада өзі осылай денеде ең үлкен сустав өтеді екен. Сосын содан уже бәрі тарайды. Сонда правый жақтікі қалындығы осы бармақ сияқты, а сол жақтікі жіп сияқты, тонкий такой жіп сияқты, вообще уже үзілейін деп тұр. Соны көргенде мен вообще в шоке была. Сол күннен бастап мен түні бойы ұйықтай алмай интернетте жатып, сол для суставов немене ішуге болады деп іздеген кезде осы Белеронды таптым. Осы Белеронды кездестіріп, 2-ші күні барып алып, осыны іштім. Нәтижесі өте жақсы. Мен вообще үйдің жанынан алысқа кете алмайтынмын. Аяғым бәрі қатып қалатын, жалмайтын, былай айтқанда бар ғой. Сондай весімде вроде жоқ, 80 килограмм вес менде болды сол уақытта. Соның өзінде аяғым бәрі қатып қалады, денем бәрі қатып қалады, жүре алмай тұратынмын. Сосын не отыра алмайтынмын, жатсам ауырады, түні бой энергия нервімді қоздыратын, ұйықтай алмайтынмын. Қазір оның бәрі жоқ деп айтуға болады. Белеронды 3 ай іштім. Бұған міне коллаген қостым, осындайдың 1 айлық 3 пачкасын іштім. Оған кальций қостым, флексикор қостым, циркуфитті қостым, лимфло қостым. Қоспағаным жоқ бұған. Соның бәрін іштім, лимфочистка жасадым. 1-ші этапта детокс іштім, парашил и парашил плюс іштім мен. Одан кейін барып калавада іштім, калавадан кейін ментерфол іштім. Осының бәрін өттім. Мен қазір өзімді жақсы чувствуем, ешқандай проблема жоқ. Күнне қазір енді таңертең тұрып, пока 10 000 шагов дейді ғой, оны істеген жоқ, но 5-6 мың шақты мен таңертең жүріп өтемін. Өзімді көп қинағым келмейді, содан бастап жатырмын. Нәтиже жақсы. Осы Белеронды алып ішіңіздер, бірақ бұған уақыт керек. Сол уақыт керек дегенім, 1-2 айда бұл Белерон жақсы жұмыс істейді, бірақ ол аз болады. Мен 3 ай іштім, 3 айдың ішінде, зато мен мынаның бәрін тазаланып тұрып іштім. Көріңіздер, соны көмегі де бар. Ал енді сіздің аяғыңыздың состояниясы, егер де сіздің сүйегіңізге дейін прямо қажалып кетсе,
сүйекті жеп қояды ғой қажала бергеннен кейін. Соған дейін кетсе, онда жоқ дегенде 6 ай ішу керек сізге мына белеронды. Ол белеронға всегда коллагенді қосып отыру керек. Екеуі күшті жұмыс істейді суставқа. Сондықтан 6 айға дейін ішу керек деп мен ойлаймын. Мына желініп қалған даже сүйектің өзін орнына келтіреді. Сүйекті келтіреді, сосын үстіндегі ана жидкостін келтіреді, и сонымен бәрін 100% қылады. Но оған уақыт керек, шыдамдық керек. Енді мына белеронның бағасы көбі қымбат дейді. Сосын 1-2 айдан кейін 1 ай ішіп қоя салады. Олай болмайды. Сіз басқа жерге емге барсаңыз, ол емді сіз больницадан таба алмайсыз. Мен соны